Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстанда көпсі күткен, көпсі адамдар жазып отқандар, сіздерге жақсы жаңалықтарымыз бар. Қарағанды қаласы, көріп тұрғандарыңыздай жаңа программа. Бұл жерде D1, енді каждый переключение көріп отырасыздар, сіздер үшін көрсетейін. От и до. Машина қазір D1-де келе жатыр. Екі ауысты. Енді каждый передачаларыңызды көріп отырасыздар. Машина әдемі жүреді, плавно ауысады. Үшке ауысты, двордың ішінде жүріп келе жатсыздар. Обгонға шығу керек. S-ті басыңыздар. Спорт режим. Мысалы, көрдіңіздер ғой да? S, спорт режим. Машина моментально өзгереді. Сөйтесіздер, мысалы қазір келесіздер, сіздер көрсетейін. Просто сіздер үшін пробный видео түсіріп жатырмын. Реакция моментальный. 4 режим енді керек емес сіздерге. Маған мынандай керек, эко ойбай көп жеп кетті, бензин битіп кетті деген. Енді келіңіздер, мысалы L, зимний режим. Мысалы жүрсіздер, міне, қараңыздар. Міне, қараңыздар. 1900-да ауыстырып жатыр. Не үшін? Машина буксовать етпеу, зимнийда тұрып қалсаңыздар, аңыратып шығу емес, өзі определенный понижайка, осы арқылы мұздан, лайдан оңай шығып кетуге болады. Ең көпсі керек таксист ағамыздарға ол E1, ол эко режим. Эко режимде машинаны бассаңыздар да, міне, басып жатырмын. Соның өзінде да машина прям басқызбайды, плавно жүреді. Вообще ощущение күшті ол таксист ағаларымызға. Енді білесіздер, по настроению машинаны айдайсыздар ғой. Мысалы қазір келе жатырық, асықпай, рахаттанып, жұлқылау жоқ, низкий передачада сезілмейді. Сіздер үшін қазір анық толық нұсқа видеосын түсіріп жіберетін боламын.